Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатух. Тыңдап тұрмын, ахи. Не болып телефонын көтермейсің ғой? Субханалла. Бір проблема шығып қалған еді. Қазір барған соң түсіндірем. Тез келші, сені күтіп отырмыз бәріміз. Иншалла, 10-15 минутта боламын. Қайрат бауырым, асық па? Ентігіңді бас. Бісмилля. Су ішіп аш кішкене. Рахмет, суыңызға. Бісмилля. Не болып жатыр, асықпай енді? Аға, басқа осы дос баламның осылар қатты өзгеріп кетеді деп ойламаппын. Дұрыс бауырым. Енді біз пендеміз ғой. Ертең не боларын білмейміз. Енді біреуге бір айып тақпай жатып, алдымен одан 70 үзір деген. Оның үстіне сіздің бауырыңыз сәл сабырлық танытыңыз. Түсінесіз бе? Ол қазір жат ағымның жетегінде жүр. Ай, субханалла. Бауырым, былай жасайықшы, әлі де кеш емес. Сіз оны мешітке шақырыңыз, біз қолдан келгенше оған барлық ақпаратты беріп түсіндіреміз, насихаттаймыз, тура жолды түсіндіреміз. Сіз шақырыңыз оны. Енді бәрі кеш сияқты. Өйткені олар оның санасын улап тастаған. Егер өзінің жалғыз анасын тастап кетсе не істейміз? Айтыңызшы. Олар деген кімдер? Біз бірге жұмыс істейтін бастық және олардың көмекшілері. Олар бізді жұмысқа кірер алдын бір шартпен кіргізді. Ол қандай шарт? Егер намаз оқымайтын болсаңдар, жұмысқа келмей қойсыңдар болады деген. Біз басында Бағдат екеуміз жұмысқа бола намазға келген болатынбыз. Мен Алланың берген парызын дүниелік пайда үшін ғана оқымау керектігін түсіндім. Одан соң олар бірте-бірте біздің оқыған намазымыздың үлгілеріне тиісе бастады. Ал Бағдаттың жүрегі қатты дүниеге тартып кетті. Міне сондықтан да қазір ол солардың жетегінде жүр. Түсінікті. Маған кішкене уақыт бер балам. Уақытты қыз ата. Оның үстіне оның анасына уәде беріп қойған. Білесіз, уәде Алланың сөзі. Иә. Сенің жұмыстан шығып келгенің жақсы болды. Маған көмектесесің. Алло. Сәлем, қалайсың? Шүкір жақсы, өзіңіз? Жақсы, Аллаға шүкір. Әлі ұйықтамағансың ба? Иә, ертеңге дайындалып жатқам. Сіз неге ұйықтамадыңыз? Ұйқым қашып кетті. Ертең бір жаққа барасың ба? Иә, атам үйіне барып қайтам. Қара шаңырақтағы ағам, жеңгем, бала шағасымен демалуға кетіпті. Біраз уақыт атам қамқоршы болып қайтам. Жарайды. Жұмысың ше? Уақытша демалысқа шықтым ғой. Түсінікті. Жарайды онда. Қайырлы түн. Жақсы түстер көр. Аха, сізге де. Аман жүріңіз. Керемет. Тап-таза қылып жуыпсың ғой, балам. Жылтырап тұр. Айтпақшы өзің, машина айдай аласың ба? Әрине, ата. Кеттік онда. Отырыңыз.
Көке? Көке? Hazır. Қайрат, сіз ба? Амина? Сен мұнда не істеп жүрсің? Қалайсыңдар қарағым? Амансыз ата? Атаң үйде ме? Иә, үйде. Кел, кіре беріңіздер үйге. Қазір. Привет. Равняясь. Верно. Товарищ командир, второй пост без происшествия. Охрана на место. Докладывает ваш друг рядовой Эвелхан. Вольно. Ай, Рахмат. бұнда сені қайғыдай айтып келді. Ассалаумағалейкум ата. Алейкум ассалам. Қанды көйлек досым. Өзіңмен ақылдасып шешетін бір шаруа болып тұр. Ай, осындай жасқа келген кезде қоятын орын болды ғой. Ой, сен ойлағандай нәрсе емес ол. Бойымда күш қуат бар да, мына елге қызмет етпей қоймайын. Ой, онда мен жерімді түріп келсем. Мен сенің осы позитивіңді сағынып келдім ғой. Адасың, түр. Сенің орның түр. Рахмет. Ой, қызым ай. Ай, қызыл сайынды дайында. Күрең сайдан. Ой, досым ай, досым ай. Иә, солай болды. Ал сен бұған не дейсің? Енді мен баламен сөйлесіп көрем. Уайымдамаңдар. Мені білесің ғой, гвоздятер екенімді. Жердің астына кіріп кетсе де суырып алатынды. Иә. Мен де бұл жерге әшейін келген жоқпын. Гвоздер, смотри. Егер сен осы шаруаны бітіре алмасаң бар ғой, мына сені ящикке салып қамап қоям. Понял? Понял, командир. Қане, шайдан алып отырып. Ах, досым. Мен сендерге тағы да айтамын. Ханафиттерге жоламаңдар. Жоладыңдар бітті. Жүректеріне күмән салады. Бұл ашық күрес. Күресте білесіздер, әділдік жеңіске жетеді. Әсіресе осы сапарымыздың алдында тек өзіміздің шейхтарды тыңдайық. Міне сендерге тура жол. Туған күнің мен! Астафираллах, бұл не? Туған күнің ғой, балам. Туған күнің ғой. Не ұмытып кеттің бе? Жылда қарсы Туған күн дегенді атама. Балам, не болды? Қырам. Балам, не қорқып кеттің бе не? Бір алдан ғана қорқам. Балам, не болды? Балам, не істеп жатсың? Қайда жиналып жатсың? Қайда жиналып жатсың? Мен ше балам. Кім? Балам, қайда? Менің жазығым не? Мен не істеп қойдым саған? Жазығым сені бұл дүниеге әкелгенім бе, өсіргенім бе? Тоқташы!
Қайда барасың? Қайда барасың? Мен де барам. Көрейін олардың кім екенін. Өз көзіммен көрейін. Отыр үйде. Егер мұна табалдырықтан аттайтын болса, Balam, Bağdat, balam, oğlum ne oldu sana? Ne oldu sana? Oğlum. Yeter açtım. Yeter açtım. Yeter açtım.